Сен өз санаңды басқарып үйренбесең, бұл әлеммен соғыста жеңіске жете алмайсың. Ішкі дисциплина сені табысқа жеткізеді. Адамдардың 99% өз-өздерімен таңғылықты жұмыс жасағылар келмейді. Алайда, армандағы өмірді сүруді қалайды. Теңіз жаяу әскерінде барлық адам жұмаққа баруды қалайды. Алайда, ешқайсысы өлуді қаламайды деген сөз бар. Бұл расында солай. Кез келген арманның орындалуының кілті бұл ішкі дисциплина. Спорт және дұрыс тамақтану секілді заттар тәнмен ғана емес, санамен де өте тығыз байланысты. Өз мүддеңдегі шын қалауыңды орындай білу үшін сананы басқара алуды үйрену өте маңызды. Бізге өмірде ауыртпалықтың екі түрін сезінуге тура келеді. Бұл ішкі дисциплинаның немесе өкініштің ауыртпалығы. Алайда мен ақылмен тыңдаңыз деп айтамын. Біз, егер ішкі дисциплинасыз өмір сүретін болсақ, өз сезімдеріміздің жетегіне оңай еріп, эмоцияларымыздың әсерімен әрекет жасаған жағдайда, түбінде өкіндіретін шешім қабылдауымыз мүмкін. Әрі қарай, өкініш жүгін арқалап етпеуің үшін, ішкі дисциплинамызбен қазірден бастап жұмыс жасау жеңілірек болар еді. Табысқа жетудің ең маңызды кілті бастаған істі соңына дейін жеткізу және оны жүйелі түрде орындау. Ал бастаған істі соңына дейін жеткізетін тұлға ретінде қалыптасу үшін сізге ішкі дисциплина қажет. Сіз, егер шын мәнінде ішкі дисциплинасы қалыптасқан тұлға болғыңыз келсе, бірінші кезекте қоршаған ортаны өзгертуіңіз қажет. Мысалы, сіз арнайы тағам түрінен мүлдем бас тартуды қаласаңыз, ол тағамның сіздің ас үйіңізде мүлдем болмағаны жөн. Қалай дегенмен, жаңа орта өзгерістердің ерте түсуіне әсер етеді. Көп адамдар өзгеруге тырысады. Олар таңертең жаттығу, медитация жасап, кітап оқуды әдетке айналдыруды қалайды. Алайда, олар күнделікті қайталанатын рутиналық тірліктерге батып кеткендігін байқамайды. Мен адамдарға әрдайым айтам, ұйқыдан оянған алғашқы сағатта телефонға қарауды доғарыңыз. Ұйқыдан оянған алғашқы сағатта сіздің санаңыз кіршіксіз таза болады. Осы күнге алғыс айтып, мақсаттарыңыз бен мүмкіндіктеріңіз туралы ойлаңыз. Мәселелер туралы ойланбаңыз. Оларды күннің ортасына қарай шешуді жоспарлаңыз. Санаңызды уламаңыз. Таңды қалай бастасаң, күнді солай өткізесің деген сөзді барлығы естіген болар. Көп адам шешім қабылдаудан қиналатыны белгілі. Күніне шектеулі мөлшерде ғана дұрыс шешім қабылдауға болатындығы туралы өте маңызды зерттеулер бар. Зерттеулер хирург дәрігерлерінің мысалдарымен және тағы басқалармен расталады. Негізінен олар өз қателіктерін таңертең немесе кешке жасайды. Бірақ бұл сіз бен бізге де қатысты. Кәсіпкер, студент, ата-ана ретінде біз бәріміз бірнеше шешім қабылдаймыз. Сондықтан Марк Цукерберг немесе Тони Шей сияқты адамдар үнемі бір футболка мен жемпірлерді киеді. Олар өз уақытын күнделікті қандай киім киемін деген шешім қабылдауға жұмсағысы келмейді. Менің мақсатым өз өмірімді жүйелендіру. Барлық күнделікті тірліктерді күннің алғашқы және соңғы сағаттарына қою. Мен күнделікті істерді саналы түрде автоматизмге жеткізем, және маған ол туралы ойлаудың қажеті жоқ. Өйткені күннің бұл бөлігі медитация мен аффирмация жаттығулары үшін арналады. Өйткені әрі қарай күннің ортасында сіз топпен және клиенттермен жұмыс жасайсыз. Және мүмкіндігінше зейінді және өнімді болуыңыз керек. Күннің алғашқы және соңғы сағаттарында сіз өзіңізбен оңаша қалуыңыз керек. Күнделікті тірлікке енбеңіз, алайда оны толығымен автоматтандырыңыз. Мұның бәрі өзіңді тәрбиелеуге және ішкі табандылықты қалыптастыруға көмектеседі. Мен сондай-ақ қандай ақпарат менің санама түсетінін үнемі қадағалап отырам. Мен жағымсыз жаңалықтар түрлі қоқыстарды көрмеймін. Күн сайын пайдалы нәрсені оқимын, өйткені мен дамып позитивті болғым келеді. Мұның бәрі менің ойымды нәрлендіреді және өз ішімнен шабыт табуға мүмкіндік береді.
Ішкі дисциплина бұл өз-өзіңді жақсы көру. Өзімді жақсы көремін деп айту, өзіңізге қатысты белгілі бір мінез-құлықты білдіру. Мысалы, сіз өзіңізге айтасыз: «Ей, сен мына пиццаны жегің келіп тұрғанын білем, өйткені ол өте дәмді. Алайда, мен саған оны жеуге жол бермеймін, себебі мен сені қатты жақсы көрем, және сен өзіңді жаман сезінгеніңді қаламаймын. Сен ішкі дисциплинаны және өз тәніңді сүйгеніңді қалаймын. Сенің тәнің жұмақ бақшасы ма, әлде қоқыс жәшігі ме? Егер сен күнделікті алкогольдік сусындар ішіп, майлы тағамдар жей берсең, демек сен өзіңді жақсы көрмейсің. Өз тәніңді жақсы көр, және оны қоқыс жәшігіне айналдыруды доғар. Менің ойымша, дисциплина сөзі жаман беделге ие болды, және біз дисциплинаны жаза деп ойлаймыз. Алайда мен үшін дисциплина бұл ұзақ мерзімді өзін-өзі құрметтеу үшін қысқа мерзімді ләззаттан бас тарту. Егер сіз өзіңіз қаламайтын нәрселерді жасауды ұнатпасаңыз, сіз армандаған өмірмен өмір сүрмейсіз. Өз-өзіңді жақсы көру. Бауырым, мен білем, сен ол қызбен жарасасың. Араларыңда сезім пайда болды. Алайда, сенің сүйіктің бар. Мен сені тым қатты жақсы көретіндіктен, саған бұлай жасауға жол бермеймін деп айту. Өз-өзіңді жақсы көру. Дүйсенбі күні сен сынақ тапсырасың. Сол себепті сенің жексенбі күні достарыңмен көңіл көтеруіне жол бере алмаймын. Өйткені сынақтан өтпей қалсаң, өз-өзіңе ашуланатыныңды білемін. Мен сені тым қатты жақсы көретіндіктен, саған бұлай жасауға жол бермеймін деп айту. Сеніңіз, қартайған шақта сіз сериалды көрмегеніңізге, немесе сыраны тым аз ішкеніңізге өкінбейсіз. Сіз осы қысқа мерзімді бос ләззаттардың арқасында өмірді өткізіп алғаныңызға өкінетін боласыз. Егер сіз бақытты болғыңыз келсе, қысқа мерзімді ләззаттан бас тарту арқылы мінез құлқыңызды тәртіпке келтіруіңіз керек. Есіңізде болсын, тұрақты бақытқа тек өз-өзіңді тәрбиелеу арқылы жетесіз.